Әдемі дөп дөңгелек болып жайылып дара-дара түсетін қамыр дайындаймыз. Алдымен еттің сорпасын салқындатып алып, оған тұз, жұмыртқа қосып, ұн қосып, қап-қатты қамыр илейміз. Қамырды 15 минутқа тындырып қоямыз. Жақсылап иін қандырып, тағы да 15 минутқа қоямыз. Содан соң екіге бөліп, қамырымызды тағы да бір 5 минутқа қойып, содан соң қамырды жайып бастаймыз. Иі қанған қамыр осылай теп-тегіс болып жылтырап әдемі жайылатын болады. Қамырды бастапқыда осылай қолымызбен шет-шетін басып, одан соң оқтаумен кішкене үлкейтіп, салмақ салмай, жай ғана қолымызды шетіне қарай жүргізе отырып қамырды жаятын боламыз. Қамырды кішкене үлкейтіп алғаннан соң, орайтын жағымызды кішкене осылай шетке қарай жайып жіберсеңіздер, қамырларыңыздың шеті қалың болмай, әдемі болып жайылатын болады. Мінекей, қамырды үлкейтіп алғаннан соң, шеті қалың болып қалатын болса, осылай екі шетін ортаға қарай орап, осылай жайсаңыздар өте ыңғайлы болады. 3-4 қайтара осылай жасаңыздар, содан соң кәдімгі дөңгелек етіп жая бересіздер. Бұл өте ыңғайлы лайфхак, қамырыңыз бір тегіс әдемі болуына көмектеседі. Негізі біздің қазақтың қыз-келіншектерінде 2-3 қамырды бірден жаятын опытный жеңешелерім де бар. Комментарийға әу деп қойыңыздар. Енді біз бір қамырдан ғана жая аламыз. Осының өзі жас қыз-келіншектерге өте пайдалы болар деген ниеттемін. Рахмет достар, жылы лебіздеріңізді білдіріп, комментарийға бақытты бол, ұзақ жас айналайын деп қазақша контентті қолдап, аямай достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім.